Сәлем достар, бұл мен супер блогер арнасы. Достар, мен қазір сіздер үшін деген рубриканы бастайын деп отырмын. Бұл сіздер үшін болып отыр. Мен қазір ең бірінші көшенің ортасында тұрып айтамын. Мен ақмақпын деп сіздер үшін айтамын. Және екінші сіздер үшін ағаштың төбесіне мінетін боламын. Ал үшінші сіздер үшін шөпті жеймін. Ал төртінші 50 рет отырып тұратын боламын. Ал бесінші мына жердің бәрін жинап тастайтын боламын. Сіздер үшін бұның бәрі. Және ал айтпақшы достар, сіздер маған осыдан кейін 70 подписчик жинасаңыздар, мен сіздерге осы рубриканың екінші бөлімін түсіретін боламын. Және сіздерге айта кетейін, менде 100 подписчик болғанда мен конкурс жасайтын боламын. Ал ендеше бастаймыз. Және мен достар, бұл сіздер үшін мен қатты көшенің ортасына келіп отырмын. Мен қатты айқайлайтын боламын. Ал мен ақмақпын! Достар, мен сіздер үшін бірінші тапсырманы орындадым. Онда екінші тапсырмаға кеттік. Біз екінші тапсырмада айтып кетейін, ана ағаштың үстіне мінетін боламыз. Енді шілей қатты мінбеймін, андай не қылып мінем ғой. Ортасына дейін мінем. Ана ағаштың шамал ана жеріне дейін мінемді. Содан кейін, ана жеріне дейін мінемін. Ал ендеше бастаймыз. Достар, мен төбеге шығайын деп жатырмын. Мәссаған қорқынышты, шынымен айтайын, сіздердің қорқынышты емес деп тұрған шығарсыздар. Өздеріңіз мен кеме келіп тек көріңіздер. Ой, ема, осы жерге дейін мінейін ба? Алды. Ема. Семіз екен сауын. Құлайсың. Құлай. Достар, мен осыға деймін. Шықпай әйтпесе. Мен вообще шыға алмайым. Және достар, мен екінші задание болдым. Маған көмектескен менің ағам Темірлан, менің ағам, ол мені қорғап тұрды деп айтсам да болады. Ал ендеше үшінші заданияға кеттік. Достар, мен сіздер үшін мұны жапырақ жеймін, қараңдар. Мұнаны өзің қараңдар. Мұнаны мәссаған. Осыны жейін деп отырмын. Қандай шок болады шығар, ема қазір жейтін боламыз. Нелер болды, пауза, нелер, тоқтатылулар, және біз бүйтеміз, міне сіздер үшін жапырақты жейміз. Жегенде шайнаймын ғой, шайнағанның өзінде мәссаған мә. Келесі тапсырма 50 рет отырып тұру келіп.
Это та музыка моя детка, которая душевно шығады редко. Ты как луч света, который мне тепло дарит. Қалғандары фонарь. Жеткізе алмай мұрша айтқан сөздерім келіспейді. Саған дегенде миым бірден ерістейді. Әншейінде жоқ істейді. Сен дегенде сердце 80 рет стучит. Сердце 80 рет стучит. Вместе проводим ночи. Кимезем гармоник учи. Сен үшін буду я лучший. Сердце 80 рет стучит. Вместе проводим ночи. Кимезем гармоник учи. Сен үшін буду я лучший. Біреуін дұрыс істеген жоқпын, сол үшін біреу артық істедім. Достар, мен қазір соңғы задание барлық айтпақшы достар, жаңағы кадрда доп өсіп кеткеніне кешіріңіздер. Ол кезде ол маған қоюға кедергі болатын. Ол доп тисе де тимесе де мен нені жалғастырып тұру керек едім. Сол үшін соны айтуды ұмытып кетіппін. Ал ендеше бастаймыз. Осы видеоға 5 лайк жинап тастаңыздар. Сол кезде мен сұрақ жауап рубрикасын шығаратын боламын. Это та музыка моя детка, которая душевно шығады редко. Ты как луч света, который мне тепло дарит. Қалғандары фонарь. Жеткізе алмай мұрша айтқан сөздерім келіспейді. Саған дегенде миым бірден ерістейді. Әншейінде жоқ істейді. Сен дегенде сердце 80 рет стучит. Сердце 80 рет стучит. Вместе проводим ночи. Кимезем гармоник учи. Сен үшін буду я лучший. Сердце 80 рет стучит. Вместе проводим ночи. Кимезем гармоник учи. Сен үшін буду я лучший. Где ты, моя детка, сладкая, нежная, как конфета. Твоя улыбка просто вау, дурманит парней и сводит с ума. Что тебе нужно, ты просто скажи. Достану все звезды, дойду до луны. Рядом с тобою я Аладдин, исполню твои любые мечты. Сердце 80 рет стучит. Вместе проводим ночи. Кимезем гармоник учи. Мен сіздерге жаңағы видео ұзақ болу үшін, ұзақ болмау үшін мен барлығын кетіріп тастадым. Барлығы жартысын көрсеткен жоқпын, яғни және андай нелер болуы мүмкін сұрақтар. Мынау жынды ма, сыпырғышпен тазалай салмай ма, неге жапырақтарды өз қолымен істеп жүр десеңіздер, ол себебі мен сіздер үшін осы видеоны істеп отырмын. Сіздер үшін сіздер үшін өзім қолыммен тазалап жатырмын. Және осы видео бітеді. Сау болыңыз.